Ауылдық мекендердегі тірек мектептердің әлеуетін дамыту қайырымдылық жобасы аясында педагогикалық өлшеу орталығы тарапынан 4-8 сынып оқушыларының оқу жетістіктерін мониторингі ұйымдастырылып өткізілді. Мониторинг қазіргі кездегі оқушылардың білім деңгейі мен дағдыларын анықтау және ары қарай оқуда қолдау жүргізу мақсатында жүргізілген болатын. Қараша айында 1 тоқсанда өтілген тақырыптар бойынша бастапқы сынақ өткізілген. Осы мониторинг нәтижесімен педагогикалық өлшеу орталығы конференциясында әр мұғалім танысты. Әрпінен жіберілген оқулықтармен танысып, алдағы уақытта оны жою мақсатында жеке жоспар құрылды. Жоспар бойынша математика сабағында математикалық сауаттылықтарын арттыратын тапсырмалар, жаратылыстану пәнінде зерттеу дағдыларын дамытуға, алынған ақпаратты диаграмма, кесте түрінде бере білуге бағытталған тапсырмалар, әдебиеттік оқу, қазақ тілі сабақтарында мәтін мен жұмыс істеу дағдыларын, яғни негізгі идеяны, тақырыпты анықтау, бағыттаушы сұрақтар әзірлеу сияқты тапсырмалар мен жұмыс ұйымдастырылып отырды. Сонымен қатар әр сыныпта апта сайын тест жұмыстары алынып, мониторинг шығарылды. Осы жұмыстардың нәтижесінде сәуір айында алынған шығыс сынағында оқушыларымыз жоғары нәтиже көрсетеді деген ойдамыз.